Апырай, не деген байқампаз едің Арпа? Білесіздер ме? Дәл сол жерге мына мені етеді. Арпа алқабының көлемі арта берсе, бізді де тықсыруы мүмкін. Адамдар ол жерге жүгері екпексін. Қожайын, бұл қалай? Жүгері деген бәрекетті қайдан ойлап таптың? Ареке, о не дегенің? Жүгеріде сендердің ағайындарың? Қайдағы ағайын? Ол бұл жерге сыймайды. Айналайын Ареке, Құдайға шүкір, жер ана құшағы кең, бәріңе де іштеді. Сонда да бізден алыстау, әрмен қарай ексеңіз. Бөлінгенді бөр жейді, ондай қызғаншақтықтарыңды қоя қой. О, соққан жел, жауған жаңбыр, жарқыраған күн. Армысың, амансың Арпа бидай сұлы. Міне, барлығымыз желкілдеп өсіп келеміз. Менің бойым бәрінен де ұзын екен ғой. Оған ренжімен де, біздің тұқымымыз сондай. Апырай, мына жүгері күннен күнге жарқырап өсіп барады. Енді не істесем екен? Әйтсе де бойынан биязылық пен тектілік аңғарылады. Бәуелеп тез өссем дейді. Енді не істеймін? Менің ырыстығым жаңбырдан. О, зеңгір көк аспан, жауыныңды аяма. Халыққа бидай бітік шықса, нан болады. Он болып еленіп, ыстық нан болып пісіп, ән болай. Ей, зеңгір көк аспан, естимісің мені? Менің де ырыстығым ақ жауыннан. Сұлу деген сұлу дақыл ғой. Шіркін, айдарынан желестіртіп, қара жер дөңгелене шыр айналып, артыңда қалып, желіңе жалына жабысып, бәйгеге түсер күндер ай. Сол сәйілікті сұлу етермен ғой. Сұлу деген осы болар шіркін. Бидай-ау, жауынға жау деп жалбарынайық. Биылда бітік шығып, ел игілігіне жарап қуантайық. Мына жүгерінің бойы өсіп сұлу болып барады. Енді не істесем екен? Қалай тұсқынсыз қылып қойсам екен? Қожайын түнімен сол суды жүгеріге ағызып кетеді. Бүгін түнде судың ағысын далаға ағызып, сені шөлдетейін. Үнсіз болып тұрсыз. Арпа, ағыстың суын ағызбашы. Мен шөлдеп қаламын ғой. Енді не істесем екен, а? Маған көмектесіңдерші. Апырай, қаншама су жерге ағып кетті. Қайран су. Мұнда сұрауы бар деген, обал болды. Қалай аңғар бұзылды екен? Бұдан кейін бізде қарап отырамыз. Солай емес пе сұлы? Әрине қараймыз. Су деген қасиетті ғой. Су арқылы халыққа қызмет етеміз ғой. Қазір жүгері, бүгінде сене суды далаға ағызып, сені шөлдетейін. Әй Арпа, оның не? Жай, арықтарды аршып жатыр едім. Өтіріктің өзіне сенбесең де қисынына сенжейді. Бұл ісің теріс шарқыным. Өтірік айтқанымды қайдан білесіз? Жүгер алқапқа егілгеннен бері сенің мазаң кетті. Қожайынмен де сөз жарыстырдың. Ал ендігісің мынау, мен сенің түндегісіңді бастан аяқ бақылап тұрдым. Таңертеңгі қожайын сөзінен қоянша десем. Шынында да ұят болды. Бұл іштарлық деген өте жаман қасиет екен. Ақыры өзімді бір ұят жағдайға қалдыратынын енді түсіндім. Бұл бәле қайдан келді деп ойларсың? Аллах нәсіп етіп осы жерде мекендегеніме қаншама жыл, бәлкім адаммен осы жерге қаралы болсын деп үйткен болар. Райыңнан қайт, іштарлық жасама. Кең болсаң, кем болмайсың.